Сафон Шаймерденов атындағы қалалық классикалық гимназиясында да соңғы қоңырау үні естілді. Оқуда, спортта да бірталай жетістіктерге қол жеткізген 30 мектеп түлегі жаңа өмірге қадам басса, тағы да 50 бүлдіршін мектеп табалдырығын аттады. Аталмыш білім ордасындағы шараға біздің арна тілшілері де қатысты. 2014-2015 оқу жылы Сафон Шаймерденов атындағы қалалық классикалық гимназиясы үшін жаңалықтарға толы болды. Жыл бойында облыстық, республикалық және халықаралық сайыстарда биіктерден көріне білген оқу ордасының тәрбиеленушілері өзгелерден оқ бойы озық екендіктерін дәлелдеді. Міне енді болашақпен қоштасып, болашаққа қадам басты. Біздің мектептерде үлкен қуаныштарымыз бен жетістіктеріміз бар. 115 оқушымыз үздік бітіріп мектепті қолдарына мақтау қағазын алып жатыр. Сонымен қатар жалпы халықаралық сайыстарға, республикалық олимпиадаларға қатысып жүлделі орындарға ие болып келіп жатыр. Ұстаздарымыздың еңбегі де биыл бағаланып, қалалық, облыстық көлемде мақтау қағаздарымен үнемі марапатталып отырады. Айта кету керек, 23 ақпан күні білім ошағына Қазақстанның халық жазушысы, Отан орденінің иегері Сафон Шаймерденовтың есімі беріліп, жазушының туған туыстары да жиналды. Айтулы күні олар гимназияның үздік оқушыларына Сафон Шаймерденовтың 90 жылдығына арнап Мәскеу қаласында шығарылған таңдамалы шығармалар жинағы мен сыйақы табыстады. Балалық сезімнің бәрін сол кісіге бергем, ол кісі де мені өзінің туған баласындай көрді. Ол кісі бізде бір ерекше кісі еді. Сондай қатал кісі, бірақ өте әділеттікке бар еді. Ол кісі сондай көп терін, осы біздің егемендікке көп терін, қанын берген адам ғой, соның біреуі. Сафон Шаймерденовтың сыйлығына ие болғандардың бірі тарих пәнінен республикалық олимпиаданың жүлдегері Ақбота Бақытжан. 11 сыныпқа аяқ басқан оқушы алдағы уақытта ұстаз сенімін ақтай бермекпін дейді. Мен осы Сафон Шаймерденов атындағы сыйақының жүлдегерімін. Тарих пәнінен республикалық олимпиадада жақсы орынмен оралдым. Алдағы жылда да мен өзімді биік шыңдан көрсетуіме тілектеспін. Және де гимназиямыздың түлектерін бүгінгі мерекелермен шын жүректен құттықтаймын. Оларға алда тек қана ақ жол тілеймін. Бұл күні жыл мұғалімі, жыл оқушысы, жыл спортшысы, жыл сыныбы және де тағы да басқа номинациялар бойынша үздіктер анықталып, естелік сыйлықтар табысталды. 19 жыл бұрын ұстаздық жолын таңдаған Асыл Сүлейменова 277 балмен жыл мұғалім атанды. Бұл менің биылғы жемісім, яғни бір жылғы жұмыстың нәтижесі. Қалалық классикалық гимназияда өткізілетін рейтингтік жүйесі бойынша 277 балмен алға шығып, осы атаққа ие болып отырмын. Бұл балды жинаудың нәтижесі менің биылғы оқушыларымның, сыныптағы 3 оқушымның республика деңгейдегі ғылыми жобалар байқауына қатысып, 1-ші, 2-ші, 3-ші орын алулары, сонымен қатар халықаралық деңгейдегі жарыстарға қатысуы. Айта кету керек, биыл білім ордасын 30 оқушы тәмамдаса, олардың біреуі алтын белгіге, тағы үшеуі ерекше үлгідегі аттестатқа үміткер. Бүгін олар соңғы рет қоңырау үнін естіп, мектеп қабырғасындағы соңғы вальс биін биледі және осылайша жаңа өмірге қадам басты. Самат Сапаралы, Юрий Исқақов, ақпарат.